Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз 112 қызметінің құтқарушыларымыз. 112 төтенше жағдай туындаған кезде көмек шақыруға арналған нөмір. Егер біреу жарақат алса, қауіпті жағдай орын алса, немесе адамға да, жануарға да қауіп төнсе, біз әрдайым көмекке келеміз. Кейде кішкентай балалар есігі кілттеніп қалған бөлмеде қалып қояды, немесе басқа да күтпеген оқиғалар болуы мүмкін. Осындай кездерде біз құтқару жұмыстарын жүргізіп, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. 112-ге қоңырау шалғанда не айту керек? Өзіңнің атыңды айту керек. Қай жерде тұрғаныңды анық түсіндіру керек. Не болғанын нақты айтып бер. Құтқарушының нұсқауларын мұқият тыңда. 112-ге қандай жағдайларда хабарласады? Төтенше жағдай туындағанда, өмірге қауіп төнгенде, біреу жарақат алған кезде, табиғи апат болғанда, және басқа да қауіпті күтпеген жағдайларда. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.